Сәлеметсіздер, 6-шы сынып оқушылары. Бүгінгі видеода ағылшын тіл пәнінен, яғни бөлімді жалғастырамыз. 3-ші бөлімнің жалғасы 36-37 беттерді сендерге түсіндіріп беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Ендеше бірінші тапсырмадан бастайық. Exercise 1. Check the meaning of the verbs in bold. Then look at the photos 1 till 6 and choose the correct verbs. Яғни бізде 1-ден 6-ға дейінгі суреттер берілген жануарлардың қимыл қозғалысы. Сол бойынша біз мына жерде дұрыс жырны болып тұрған сөздің бірін таңдауымыз керек. The blackbird is feeding its chicks. Екінші, the beaver is building a dam. Үшінші, the chameleon is catching an insect with its tongue. The fish is protecting the other fish. The bear is hunting the salmon. A falcon is chasing a group of smaller birds. Яғни осы етістіктерді белгілеп жазып шығамыз. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. Complete the sentences with names of animals. Яғни бос орындарға жануарлардың аттарын жазуымыз керек. Compare your answers with a partner. Бірінші, owls hunt at night. Үкілер түнде шабуыл жасайды дейді. They eat small animals. Олар кішкентай жануарларды жейді дейді. Келесі, snakes hide in trees. Жыландар ағашта өрмелейді дейді. They haven't got legs. Олардың аяғы жоқ дейді. Екінші, bears catch fish. Аюлар балықтармен қоректенеді дейді. They sleep in the winter. Олар қыста ұйықтайды дейді. Үшінші, chameleons don't feed their young. They can change color when they want to hide. Олар өздерінің түстерін өзгертеді дейді, хамелеондар. Төртінші, sharks hunt smaller fish. They sometimes attack humans. Киттер кішкентай балықтармен қоректенеді дейді, шабуыл жасайды дейді. Кейде олар адамдарға да шабуыл жасайды дейді. Бесінші, humans protect their babies from sharks. They sing to each other. Яғни осы жауаптарды жазып шығамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Listen to an interview with Mike. Яғни Майкпен болған интервьюді тыңда дейді. Which of the photos does Mike speak about? Мына суреттегі қай жануарлар туралы Майк айтты дейді. He speaks about photos 1, 3, 4 and 6. 1, 3, 4, 6 суреттері жайында Майк айтты дейді. Яғни үшінші жаттығудың жауабы осы оқушылар. Келесі төртінші жаттығу. Exercise 4. Try to complete the text and listen again and check your answers дейді. Яғни біз тыңдалымды тыңдаймыз және де бос орындарға мына сөздерді жазып шығамыз. Blackbirds feed their chicks every day for 2 weeks. In the second photo, the chameleon is catching a fly. The chameleon sometimes catches insects from a distance of 25 centimeters. The big fish is a gullious grouper and it's 2 meters long. It isn't attacking the small fish, it's protecting them. In the last photo, a falcon is hunting small birds. It's a very fast bird and it sometimes travels at 390 kilometers an hour. Яғни осы сөздерді төртінші жаттығуға жазамыз. Бесінші жаттығу. Exercise 5. Choose an animal you know and the answer questions. Өзіміз бір жануарды таңдаймыз, сол бойынша мына сұрақтарға жауап береміз оқушылар. Бірінші, how big is the animal? Бұл жануар қаншалықты үлкен дейді. It's not very small, it's very big. Бұл жануар кішкентай емес дейді, ол үлкен дейді. Яғни мен аю туралы жазып жатырмын. Сендер бір жануарды өздерің таңдап, сол оны сипаттасаңдар болады. Екінші, where does it live? Ол қайда өмір сүреді дейді. It lives in forests. Ол орманда өмір сүреді деп жаздым. Келесі, what does it mean? What does it eat? Ол не жейді дейді. It eats meat. Ол ет жейді дедім. Немесе балық десек болады, fish. Келесі, how does it move? Ол қалай қозғалады дейді. It walks. Ол жүреді дейміз.
жазамыз. Келесі 6-шы жаттығу exercise 6 interview your partner about their animal, use your answers in exercise 5. Яғни досымызға интервью аламыз, сұрақтар дайындаймыз, және 5-ші жаттығудағы сұрақтарды қолдансақ болады. How big is the animal? What does it meet? How does it move? Where does it live? деп сұрақтар құрастырып интервью алсақ болады, оқушылар. Келесі бізде 37-ші бет language focus present continuous questions дейді. Present continuous дегеніміз түсінікті шығар, оқушылар. Дәл қазіргі уақытта болып жатқан іс-әрекетті білдіреді және оның сұраулы сөйлемдерін құрастыруды осы жаттығуларда үйренетін боламыз. Бірінші жаттығу exercise 1 complete the questions from the listening on page 36. 36-шы беттегі тыңдалымды тыңда дейді. Can you remember the answers? Және де сол сұрақтар бойынша бос орындарды толықтыр дейді. What is a hammerman catching? Is a big fish hunting the smaller fish? Is the bigger bird attacking the others? Яғни осы is деген көмекші сөздерді мына бос орындарға қойып шығамыз. Екінші жаттығу exercise 2 match the questions in exercise 1 with answers A till C. Then complete the rules. Яғни біз бірінші жаттығуға қараймыз және де мына бірінші ережені толықтыруымыз керек. Rules, яғни now it isn't, yes it is, fly дейді. Яғни бұл жерде бірінші C бөлімі болады, fly болады, одан соң now it isn't, одан кейін yes it is болады, яғни сұрақтарға бірінші жаттығудағы жауап бердік. Келесі ереже we make affirmative short answers with yes plus pronoun plus am is are. Яғни біз сұраулы сөйлем жасаған кезде yes, яғни я дегенді қолданамыз және есімдік және де to be етістігін қолданамыз, am is are. Екінші we make negative short answers with no plus pronoun plus I'm not, isn't not or aren't. Яғни біз болымсыз қысқа сұраулы сөйлем жасаған кезде, қысқа сұрақ жауап жазған кезде no plus pronoun, яғни есімдік плюс I'm not, isn't немесе aren't сөздерін қойып жасайды екенбіз. Оқушылар екінші жаттығуды жазып аламыз. Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3 write questions for the answers using words in brackets. Яғни біз жақшадағы сөздерді дұрыс ашып сұрақ құрастырып жазуымыз керек. Бірінші where are those seals swimming to? Екінші why are they doing that? Үшінші what is that seal doing? Төртінші who is watching the seals in that small boat? Бесінші why are they watching the seals? Алтыншы where is that scientist going? Яғни осылай сұрақтарды құрастырамыз, ары қарай Рон мен Эмидің диалогын оқып түсініп аламыз. Оқушылар, келесі төртінші жаттығу exercise 4 ask and answer questions about the information exercise 3. Үшінші жаттығудағы информациялар бойынша сұрақтарға жауап бер дейді. Одан соң тағы да біз сөйлемдер құрастыруымыз керек төртінші жаттығуда. Үшінші жаттығуды жазып алсақ, төртінші жаттығуға назар аударамыз. Бірінші, what is Amy watching? Amy не көрді дейді? She is watching the seals. Ол итбалықтарды көрді дейді. Are the seals sitting on the rocks? No, they aren't. They are swimming to the beach. Why are the seals swimming to the beach? Because there are sharks near. Төртінші, why is a seal attacking the shark? She is protecting her baby. Who is counting the seals? The scientist. Where is the scientist going? I don't know. Яғни, алты сұрақ құрастырып, оған жауап беруді жаздық, оқушылар. Келесі бесінші тапсырма exercise 5 present continuous and the present simple. Present continuous және де present simple шақтары дейді. Complete the table with sentences 1 till 6 which time expressions in bold to use with at present simple or the present continuous. Яғни бұл жерде present simple және present continuous деп екіге бөліп жазып шығуымыз керек, оқушылар. Сонымен тапсырманы бастаймыз. Мынаны мен кішкене үлкейтейін. Яғни бұл жерде бұлай бөлінген екіге, оқушылар present simple және де present continuous болып бөлінген.
Осы жерде present simple сөйлемдері she studies every day. Ол күнде оқиды дейді. Яғни present simple дегеніміз күнделікті қайталанатын іс-әрекет. Ал present continuous дегеніміз дәл қазір немесе бүгін болған секілді іс-әрекет. Енді I always walk to school. Мен үнемі мектепке жаяу барамын дейді. We don't usually eat meat. Біз әдетте ет жемейміз дейді. Енді present continuous. She studying now дейді. Ол қазір studying today. Ол бүгін оқыды дейді. I'm walking at the moment. Мен дәл қазір жүріп бара жатырмын дейді. We aren't eating meat now. Біз қазір ет жеп отқан жоқпыз дейді. Яғни осылай екі бағанаға бөліп жазып шықты оқушылар. Келесі 6-шы тапсырма. Complete the sentences use the present simple and the present continuous forms of the verb. Яғни біз мына жерде present simple немесе present continuous жағына қойып тапсырманы орындауымыз керек. Бірінші, I'm listening to rap music at the moment. I prefer heavy metal. Мен дәл қазір рэп музыка тыңдап отырмын дейді. Енді екінші, they don't usually go to the cinema. They are watching a DVD at the moment. Үшінші, they go to bed late every day. They are sleeping now. He always plays football after school, but he is playing tennis today. She is having dinner now. She likes fish дейді. Яғни осылай 6-шы тапсырманы жазып аламыз оқушылар. Келесі 7-ші жаттығу. Write 6 questions to ask your partner about now and at home. Яғни қасымыздағы досымызға 6 сұрақ құрастырып жазуымыз керек. Яғни дәл қазір немесе үйінде не істейтін жайында. Use the present simple and present continuous forms of the verbs in the box. Present simple немесе present continuous шағын қолдансақ болады. Then ask and answer the questions with the partner. Одан соң партнерімізға сұрақ қоямыз. Бірінші, what are you reading now? I'm reading newspaper. Сен қазір не оқып отырсың дейді. Қазір мен журнал оқып отырмын дедім. What do you usually watch? Сен әдетте не көресің дейді. I watch funny films. Мен қызықты фильмдер көремін, көңілді дейді. What do you study? Сен не оқып отырсың дейді. I study maths and history. Мен математика және тарих оқып отырмын дейді. What do you like reading? Сен нені оқығанды ұнатасың дейді. I like reading comics. Мен комикстарды оқығанды ұнатамын деп жауап бердім. Өздерің осылай сұрақ құрастырып жазсаңдар болады оқушылар, көшіріп алмай сендерге түсінікті болу мақсатында мен жазып көмектестім. Осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды оқушылар. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.